Алматыда кезекте тұрған азаматтар баспаналы болды. Бұл жолы Кенесары тұрғын үй кешенінде 946 отбасы қоныс тойын тойлады. Бүгін кезекте тұрғандарға кілтті Алматы әкімі Дархан Сатыбалды табыстады. Жалпы бұл кезеңде 1832 пәтер берілді. Өткен айдағы алғашқы лекті қосқанда екі кезеңнің қорытындысы бойынша 2700 отбасы тұрғын үй жағдайын жақсартты. Жаңа баспана бірінші кезекте жетім балаларға, мүгедектігі бар жандарға және ерекше бала тәрбиелеп отырған отбасыларға үлестіріліп жатыр. Сондай осы тұрғын үй кешені жанынан 1200 орындық мектеп бой көтерді. Білім ордасы бірінші қыркүйек күні есігін айқара ашпақ. Қадірлі алматылықтар, бүгін жаңа пәтердің иесі атанған баршамызды шын жүректен құттықтаймын. Өз шаңырағына қол жеткізу әрбір отбасы үшін жаңа өмірдің бастауы, балалардың жарқын болашағына деген сенім және баянды бақыттың негізі. Жаңа шаңырақтарыңыз бақ береке, ырыс пен ынтымаққа тола берсін, қоныстарыңыз құтты болсын. Үшінші кезеңде тағы 640 пәтер табысталып, кейін бағдарлама 4-ші және 5-ші кезеңдермен жалғаспақ. Алматы әкімінің айтуынша тұрғындарды сапалы әрі қолжетімді баспанамен қамту қаланың басты басымдықтарының бірі. Мәселен, биыл Алматы жастары бағдарламасы аясында 1650 жас алматылық жеңілдетілген несие алып баспаналы атанады.